Сіз қаржылық мониторинг агенттігіне қарасты арнайы мақсаттағы кран бөлімшесінің бар екенін білесіз бе? Олар жыл басынан бері 50-ден астам операцияға қатысып, 100-ге жуық адамды қолға түсірген. Алайда бөлімшенің жасаған ерліктері бақ беттеріне жариялана бермейді. Әріптесім Мерей Қанапия тұңғыш таңдаулы жауынгерлермен тілдесіп, эксклюзив материал дайындады. Көрейік. Кран жауынгерлері кез келген жерден штурм жүргізуге қабілетті. Мейлі ол транспорт болсын, ғимарат болсын, әбден машықтанған қашып құтылу мүмкін емес. Олар осыған дейінгі өз тапсырмаларын 100%-ға мүлтіксіз орындап шыққан. Қаржылық мониторинг агенттігі президентке тікелей бағынатын мемлекеттік орган. Олардың экономикалық және қаржылық тұрғыда заң бұзушылықтардың алдын алатыны белгілі. Ал соның аса қауіпті санатындағыларына арнайы мақсаттағы кран жауынгерлері жұмылдырылады. Олар әсіресе терроризмді қаржыландыратындар мен қылмыстық топтарды ұстауға жіберіледі. Кран арнаулы мақсаттағы бөлімшесінің негізгі мақсат міндеттеріне ең біріншіден куәгерлерді қорғау, яғни экономикалық және қаржылық құқық бұзушылықтар аясындағы тергеу орбитасына түскен азаматтарды қорғау, оларды сүйемелдеу, оларды жеткізу және қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсаты жүктелген. Азаматтарымыздың барлығысы арнайы қызметте, арнайы атақтар бар, яғни званиялар бар. Бөлімше ел аумағы бойынша тек Астанада бар. Егер басқа қалада қылмыстық оқиға анықталса, жедел мобильді топты аттандырады. Олар кез келген уақытта Қазақстанның әр нүктесіне баруға дайын. Жауынгерлер өткен жылы 88 операцияға қатысса, биыл 51 қызметке тартылған. Басым бөлігі өзге өңірлерде тіркелген. Операция нәтижесінде 100-ге жуық адам тұтқындалды. Агенттіктің арнайы мақсаттағы бөлімшесі кран. Яғни сандық мөлшеріне қарамай, аз адам болса да өте жағдай жасалған, арнайы қарулар және арнайы мақсатта қолданылатын әрдайым техникалар жабдықталған. Бізде қыз балалары да жұмыс жасайды, өйткені жағдай әртүрлі болады, әртүрлі мақсатта әртүрлі жағдай әйел адамдар кездеседі қылмыс жасау барысында. Кран жауынгерлерінің 80% халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Арасында әлем чемпиондары да бар. Олар республикалық арнайы жасақтар арасындағы чемпионаттарда топ жарып, мықтылығымен көзге түсіп жүр. Біздің бөлімшеге іріктеу өте қатал түрде өтеді. Яғни үміткерлер келіп бізде физикалық, психологиялық тұрғыда тексеріледі, медициналық тексерістерден өтеді. Және де ең бастысы физикалық тұрғыдан дайындығын тексеріледі. Жауынгерлерге артылған жүк ауыр, жауапкершілік жоғары. Кішігірім қателік ұзақ уақыт жоспарланған тұтас операцияның шырқын бұзуы мүмкін. Сондықтан жігіттердің әр күні, әр жаттығуы кәсіби деңгейде өтеді. Мерей Қанапия, Диас Қобланбаев, 24 KZ.